попасиді қараңыздаршы, попасиді мені ұстап алып кофтамнан ұйықтайды осылай. Мамасы бір жаққа кетіп қалады деп қорқып қалған ау деймін, жүрегім. Ешқайда кетпеймін жаны. Күйген дүние күйіп кетсін, құрған дүние құрысын. Бүгін бір қуанғаным, короче, үйдің біздің строительный компания бар ғой, сол жердегі жігіт хабарласып, Зухра ханым, ана гибкий молдинг алынбаған болған, сосын не алынбап еді, прихожийға люстра алынбаған, соларды өзім барып алып келейін, сіз больницада жатыр екенсіз ғой деп, сөйтіп бір жағыма шығысып жатыр, әйтеуір көмектесіп жүрейік сізге, көріп жатыр жағдайыңызды деп. Сөйтіп көмектесіп жатыр, енді мен больницада жатырмын, балама қарайын дедім, құрсын, үйде құрсын, жайда құрсын, бәрі құрсын дедім. Сөйтіп мына бала мені ұстап алғанда, қалай мен бір жаққа барама, қалай мен ремонт деймін, құрсын. Мына бала мені Османда ұйықтап жатқанда тамақ ішіп алайын деп жатыр. Мамамдар, сіңілерім тамақ алып келді. Буду кушать. Вкусняшка. Ас болсын маған. Қарным ашып қалып бүгін мен. Кеше бүкіл тамақтарымды жеп тастағым. Ашып кетпесін деп сонымен тамақ алғызып, бала ұйықтағанда тамағымды жеп алайын деп жатырмын. Даже шашымды да қарауға, түрімді де қарауға уақыт болмай жатыр ғой. Үстім бәрі құсық еще. Үстім бәріне құс саған. Отырмыз қазір, ана ілгір кісіні күтіп отырмын. Сол кісі келсе, бұйырса емделіп кетер. Сұрады мен жаңа телефонмен звондаған кезде, суық жерге барып көтенмен тоңқайып жата бере ма деп сұрады. Сөйтеді, барады да полға барып, еще бүйтіп басымен тоңқайып жатып қалады да. Сонымен полға не төсеп салдым ғой, жаңа көрпелер төсеп салдым да, хотя көрпенің үстіне жатсын деп ше. Құсып жаңа кішкене бір тамақ ішіп еді, құсып тастады. Үш кішкентай ложка сорпа бергем ғой. Соны и анау кабритасын бергем. Сонымен құсып тастады оны. Кеше смесь заказ берсем, оказывается, безлактозный керек екен ғой, но лактозамен жарамайды екен, нестажен деген, сонымен кабритасын бере беріңіз өзіне деді. Сондай жаңалық. Ал ана үйдің мәселесі, алынбаған біраз заттар бар еді. Уақытым болмай жатқаннан кейін сол строительный компанияның жетекшісі звондап, Зухра ханым больницада жатыр екенсіз ғой, өзім барып алып келейін, көмектесейін, бір жағыңызға шығысайын деп. Сол Арман деген жігіт көмектесіп базарға барып алып келіп беретін болды. Сол көп рахмет. Қазір осындай кезде әйтеуір жұмысымды бітіргізіп көмектесіп жатқандарына мә, әйтеуір жан-жақтан. Сол ойбай, бүгін не ойлағам, сестренкама баланы таста кетіп объектіға барам деп ойлап отыр едім. Сонымен кеше түнімен ар ойланып, бер ойланып құрсын. Бала ауырып жатқанда бәрі өзімен өз бірдеңкесі болар дедім. Забила, короче, на все. Сөйтіп отырым, киімі қалмай қалып еді. Сонымен жаңа интернет-магазиннен киімге заказ бердім. Сосын ана мамамдардың үйінде бір киімдер қалды. Сол киімдерін алғызып отырмын. Алдында Әлімдер алып берген киімдерін. Мына жақта киімдердің барлығы уже бычыт болып жатыр. Мына жақта жууға болмайды екен, оказывается, кептіруге болмайды деді. Все-таки ана киімі күшті, өзімен айтты, ана Балидан алып келгем. Османчикқа соны жуып қойдым. Жылы, уютный киім да, прям. Сондай. Сөйтіп отырмын мен больницада. Қанша жат дейді, сонша жатамыз, енді басқа амал жоқ. Балапан жазылып кеткенше. Мендегі соңғы жаңалықтар осындай.